дейін үшіге сол айтасың. Барлығы халық осында. Мені вальс король деді. Бұдан артық не керек? 300-ге жуған дейсіз бе? Иә. Король дейсіз бе? Иә. Бір адамның 300-дан шығару мүмкін емес. Олар не ұрланған еді, не халтура. Залғы бәрін зерттеп тексеруіміз керек. Әзірше жүрек тұрмыз. Айтпақшы, не қызмет істейсіз? Ауыл мен қала арасында автобус жүрсем. Өз кәсібіңізді енді тауыпсыз. Дұрыс. Менімен бұлай сөйлесетін сіз кімсіз? Тоқтай тұр. Ішіп, төбеден шығарған үшін оқудан шығып кеткен екенсіз. Енді лауазымды қызметкерді балағаттағаныңыз үшін сотталып кетіп жүрмеңіз. Жарайды. Бұл болғырында да көтердім. Өз ұлдарын қор еткендері оңбас. Кесірі бүкілерге тиіп жүрмесін. Мен шәмшіден еркеледен ескетіп жүрген халқым бар. Одақтың ағана сыйладым. Мен халқының арасында әйне бөлен өмірін сүре берем. Жол әне, бара бер. Көк батарды жүре берем. Халық мені танымасын, білмейсін. Бірақ мен оларды танимын ғой. Халық ана, халық әке, қуат мені. Жоқ. Соғыректердің өзіне неге бардым? Атылғанға достарымай сендер жақтар жанға үмітімді бірден мен сөз. Көңілімді қап-қара тілек басты. Музыка жазу қабілетінен мәңгі айтқандай. Ол менің жігерімді құрметті. Ол менің ішіндегі музыкамды. Неге бардым? Şunымен tanımadın mı? Sonra жарқын бұл сенсің бе? Мен? Қалың қалай? Жақсы. Жақсы. Есіңде ме? Сен
сендердің тауарлары біздің ауыл маңында болғанда біз кіп-кішкентай бала едік. Сенің әкең мен менің әкем дос болатын. Сол кезде музыкаға деген жақындастық. Сенің әкең де анаңды керемет әнші еді. Менің әкем шайыр болатын. Қобызда, домбыраға ойнайды. Ән шығарады. Ал анаң ән салады. Сол кезде біз Сықанның сырлы салына отбасымызбен бірге ғашық едік. Ал қазір ол да жоқ. Бірақ біз бармыз. Иә. Жарайды, оны қоя бер. Біздің ауылда өтініш әмшер көбейіп кетті. Ауылдың аңқаулығына бар. Мен шәмші қалдаяқтым десе, ауылдың жұрты серіп, асын беріп, анаңға шықсен көрінеді. Мен оны естігенде күлкімді көрсек. Оның несі күлкіл? Бұнда бар шәмші. Басқам. Мен де сені білмейді. Мен де сені білмейді. Ахом баба. Мен де сені білмейді, шамшы. Ахом баба. Сығанғыз үйіз ойда. Артынан ермеді деп сөкпе. Мен сыған емеспін. Сен менің шабытымды қозғадың. Әуелде бір ән қалыпты абжын. Ол әнді өзіңе арнадым. Бұл ән жай ән емес. Бұл ән қазақтардың рухын көтеруі тиіс. Қазақ халқы оңай халық емес. Оңай болса Абаймен, Әл-Фарабиді туғызармен. Оңай болса мынандай ұлан байтақ жерге ие болармен. Жас, жүреке.